Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде кезекті сабақ. Егер де сіздер осындай әдемі жазып үйренгілеріңіз келсе, онда менің YouTube каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз жеке пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Олай болса сабақта түсіндіріп өтейін. Бүгін бізде 19-шы сабақ ың, о және ө әріптеріне тоқталамын. Неге үш әріпті бірден алдым? Өйткені өте жазылу жолы өте оңай болғандықтан үш әріпті бірден көрсетуді жөн көрдім. Мен мұнда стрелкамен көрсетіп қойдым элементтерін, әріптердің сол бойынша қарап отырып дәптерлеріңізді ашып қайталаңыздар, жарай ма? Өте оңай. Жай ғана клеткаларды дұрыс тиімді пайдалансаңыздар болғаны. Берілген сөйлемдер мен мысалдарға мән беріп, менімен бірге қайталаңыздар. 16-шы сабаққа дейін сіздерде біраз тәжірибе жинақталды деген ойдамын. Сіздерде де осындай әдемі жазу пайда болғанына сенімдімін. Олай болса рахмет. Келесі сабақта кездескенше сіздермен бірге болған Алданай апай.